жұмыс сұрап келдім. Сол грузчик па, доставщик па бар ма сіздерде? Как раз біздерге грузчикті доставщикті керек еді. Хабарландыру берген едік. Басекин келіп жатыр, содан сұрай салайық. Басеке? Бұл кісі мені жұмысқа алмайды. Бекзат, қалайсың? Жақсы. Неге алмаймын Бекзат? Жұмысқа аламын мен сені. Есіңде ма? Мен сені жұмысқа аламын деп уәде беріп едім ғой. Ja, есімде. Сәл ақшам көбейіп, абырой пайда болған еді менде. Достарым көбейіп кетті ғой. Жұмыс сұрап келетін сен сияқты адамдар көбейіп кетті ғой. Менде жұмыс жоқ саған. Түсіндің ба? Жұмыс жоқ. Түсінікті, Бекзат. Дүние алма кезек қой. Егер де мен сенің орында отырып, сен менің алма жұмыс сұрап келсең, есіңде болсын. Мен сені жұмысқа алушы едім. Құмаш түне алма кезек, анамлау дәңгейді. Никак сен алынға бармай деген ба мен? Ақма? Давай. Пакетіңді алып келші. Сол оқиға есіме түсіп, ұялып кетіп бара жатқан ғой жаңа. Өзім мені тоқтатып алдым. Құтты болсын, молодец. Жақсы көтеріліп кетіпсің. Иә, рахмет. Осы мебель хаустамыз. Халыққа сапалы мебельдермен қызмет жасап жатырмыз. Оны мен барып жұмысқа кірісе берейін, иә? Жаңа таситын мебельдер бар деп отыр еді. Бекзат, Алтынсай, мен сені грузчик қылып жұмысқа алайын деп жатқан жоқпын. Сенің саудада тәжірибең бар, компанияң болды. Мынау мебель хаусты бірге дамытайық. Сен менің көмекшім болсайшы. Шынымен ба?